Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 7-8 жастағы қыз балаларға қамзол тігуді көрсететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Бізге керекті материал мынандай бирюзовый цвет, королевский велюр матасы, сосын мынандай оюлар, ою керек. Сосын мына кеудесіне гүл, сосын қайшы, өлшем. Қамзолды бастаймыз. Мынандай қағаз дайындап алдым. Бұл қамзолдың етегі дөңгелетіп кесіп алу үшін. Мынау 25 сантиметр қылып, А4 қағаздар ғой. Соны өйстіп көп кесіп алдым. Соны бүйтіп орналастырып аламыз. Бүйтіп дөңгелетіп аламын. Каждыйын. Осылай дөңгелек шықты. Енді осыны ручкамен бастырып аламын. Жеңілі осы. Осы бойынша. Осылай сызылып шығам. Ортасы дөңгелек болып шығады. Дөңгелетіп алып шықтым. Қосып жүрсек те болады, өйткені арасы ұзарып кетті. Бүйтіп келтіріп аламыз. Ручкам қисық-қисық, бірақ артынан кесе келген кезінде дұрыстап аламыз. Мына жерге қағазға қойып, мынағандай мынандай қиып алдық. Енді қыз баланың арқасын пішіп аламыз. Мынау ұзындығы иығынан беліне дейін 35 деп алыппын. Бұны 35 емес, 37 ала берем. 37 ала берем. Дұрыс болмай қалуы мүмкін, етегі жағын дұрыстап жүруге. Иығы 28 екен. 28 болса, бұны мен 30 қылып аламын. Енді қайыруымен бірге 30 қылып аламын. 30 қылып алдым міне. 30 қылып алдым. Сосын иығы мынандай қылып уклон жасау керек кішкене. Төмен қылып, соны 11-ге дейін сызып алдым, міне сызып. Мынау мойны, енді қолтығын ойып аламыз. Қолтығын мен 18 қылып алдым. 18 қылып тіке қылып сызып аламыз да. Сосын мына жерін шамалы бүйтіп аламыз. Сосын мынаны шамалы бүйтіп аламыз. Енді алдын ойып аламыз. Алдын ойып алу үшін міне арқалығы осыны келтіреміз, бүйтіп түзулеп аламыз осы жерге. Сосын қайтадан оямыз. Мына жерден белгілеп қоям. Қайтадан осылай ручкамен белгілеп аламын да.
Бұл жерде мен молынан алып жатырмын. Мына жерде вытычкасы деген болады, өлшеп бүйтіп алатын. Соған өлшем артығымен алып қалып отырмын. Осыны қайтадан қиып аламыз. Мына алдын кесіп алды осылай. Мынау арты. Енді жеңін кесіп аламыз, пішіп аламыз. Жеңі бұнда 40 размер, 40 екен, 40 сантиметр екен. Бұл жерден текстеп алам бірінші. Сосын бары өлшеймін. Бұнда 40 дейді, қайыруы бар. 40 болса, бұл жеңін пішіп алдым. Тоже несі төменге қарайды, түбі. Келтіріп алдым. Енді бір бұның несі алды жағы тоже. Қазір алды жағы тағы ойылады. Артына қарағанда алды ойып болады. Бір жағы үлкен болып жатса, дұрыстап кесіп жібересіздер. Түзеулеп. Менде сәл үлкен болып тұр біреуі. Соны алып жіберемін. Мынан шамалы. Aldı, bir de oyladı. Osay o, işkene aldı, osay oturdu. Mine kereklilerini pişip kesip aldık. Mına aldı, mına arttı, mına жеңі. Енді осыларды қосатын боламыз. Манағы етегі болады. Осылардың бәрін қазір қосып тігеміз. Бірінші кеуделерін қосып аламыз. Қоспас бұрын мынау артқы жағы. Содан кішкене вытычка істеп аламыз. Мен өзім жобалап белгілеп алам. Шамал қиып, осы жерден вытычка істейміз. Осы немен, осы кесілген бойынша вытычка балалар арқасына осылай тігіп аламыз. I'm your lady. I got you what you want, feel so crazy. Give me boy,
бірдей болуы үшін міне мына екеуін теңестіріп бірге қойдым. Осыған дейін тігіп алып шығамын. Мынандай болып шықты арқасы. Енді мынау алдындағысын былай жүргізіп аламын. Екеуін қосып аламыз. Енді бұны кішкене шамалы әрбір жерінен бүйтіп кесіп аламыз. Тіккен жеріміздің қайырғанда жиылып қалмайды. Екеуінен де өйтіп кесіп аламын. Айналдырамын. Тігіп жағында. Енді бұны мынау жерлерінен түйіліп қалмау үшін мынау жерден бір жүгіртіп өтеміз. Мынаның жағына жүгіртеміз. Мынаның былай қаратып, мына жерін ішке басып, осылай тігеміз. Мына жаққа қарады. Енді мүмкін мына қолы енді мына шамалы жиылып тұру үшін бүйтіп мына жерден мына келесі бетке дейін нөлге қойып алып, үлкен тігіспен жүгіртіп аламыз. Енді міне мынандай қылып жиырып алдық. Соны қазір екі жеңіне жалғаймыз. Үлкен болса кішкене өйтіп жиырып аламыз. Сосын қосамыз. Екі жеңін кеудесіне қосып тігеміз. Кеудесін қосып болдық, жеңін қостық. Мұны фонарик істедік. Көтеріп тұрсын. Енді мына етегін істейміз. Бұны бірінші дөңгелетіп қоямыз да инемен тегістеп қадап аламыз. Өйткені бұл көшіп кете береді, жылжиды. Жылжыса дұрыс болмайды, тігілмей қалады, жиылып. Бүйтіп инемен жүргізіп алдық. Енді осыны тігеміз. Ал міне қамзолымыз бітуге жақын қалды. Мына етегін қостым. Енді мына екеуін бүйтіп қосу керек. Дайын болды. Ал тігеміз. Ал міне қамзолымыз дайын болды. Назерке қызымыз қамзолы. Енді бұған оюларын, гүлдерін жабыстырамыз. Ретімен келтіреміз. Бұларды бірінші жіппен, инемен. Міне
Мынау менің қамзолым тігіп дайын болды. Міне. Ал, ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар, көріскенше.